Бисмилля деп бастаймыз. Посадка өттік. Біз қазір Вистара дейтін низкий авиалиниядамыз. Адам саны аз, сол үшін полный қатарды өзіме алып алдым. Енді плед береді, плед, су. Енді мультимедиасы Air Астананың наушнигімен дейсің. Білмеймін, енді әзірге наушник берген жоқ. Рейсте адам аз, сол үшін де орындар бос. Ұйықтап баруға болады, как раз түнгі рейс 6 сағат. Ол болсын бізге. Бұйырса ертең түскеннен көрсеміз. Мынау сапарластар. Осы 3 адам болып бара жатырмыз. Құдай қаласа ертең Маврикийде хабар күтемін. Наушник алдық. Мынау болса сэндвич, бірақ сэндвич ащы. Сок горячий, әлі что-то бермеді. Енді беретін шығар. Таңғы астың уақыты. Таңғы аса келіп берді бізге. Таңғы асқа не бар бізде? Чай бар. Тамақ с етім. И ар жағында йогурт бар. Шөлде жатып 2 сағат атты ұйықтап алдым. Осы бір сағат 45 минут қалды. Үштігімізге. Бисмилля деп жеттік. Қондық. Аман есен. Аэропортқа кіргеннен қалады. Bienvenue. Француз тілінде жазып тұр. Welcome деп. Қош келдіңіздер деп. Француз тілінде, ағылшын тілінде, қытай тілінде. Тағы бір тіл бар. Оның хинди аудио қателеспесем. Мауритиус. Так, визамызды алдық. Онда құсы бар. Короче, виза тегін. Ұшып келген кезде виза on arrival деген жер нәрсе. И плюс health certificate көрсету керек. Оны арнайы толтырасыңдар сайттан. Сайтты қалдырып кетем астыға. Largest деген ұрып тұр. Ене сезіліп. Таиландтағыдай largest. Көліктер барлығы тоже оң рөлде. Жергілікті машинады көрсетті деймін. Мына бізде Hyundai Venue дейді. Номерлері кіл малы литражкілер. Мәна жерде дағы Хавл тұр ғой, Хавл. Хавл деп. Аэропортта жергілікті сим-картаны алдық. 750 жергілікті рупий тұрады, шамамен 15 евродай. 200 гигабайт интернет, плюс безлимит интернет. Сосын доллар аэропортта ауыстырдық. 1 долларың 45.05 рупия жергілікті. Так, біздің машина алдағы бір аптаға Suzuki Swift деген 200 долларға шықты. Осы күніне 30 доллардан. Объем 1. Экономды. Коробка автомат. Кондер, шмандер. Жақсы. Жергілікті осында машиналар көп. Аэропортқа келген кезде сразу аэропортқа келіп беретін бар, және аэропорттың қасында да тоже
тұратын машиналар бар. Солардың алсаңыз болады. Так, бензаның ақпараты бойынша. Мұнда, короче, либо дизель, либо бензин. 92, 95, 98, 69 дегендер жоқ. И бағасы примерно қанша несі? 66 рупий. 1 литрі. Біз қазір 31 қойдық, 207 рупий болды. Бізде 30 литр 200 рупий болса, 1 долларын 45 рупий болса, шамамен 4 долларға қойдық қой. Қалай 4 долларға? 2100 ба? Онда қымбат қой мұнда. 2100 болса, литрі $1.50 болып тұр ғой. Так, жақын жерде пляжға келдік. Жақын жер оны 22 километр. И көшелер Нотр-Дамды Донейт. Мындай жер келіп жатыр ғой. Кәдімгі табиғат қой мынау деген. Тоғызбайдың майопсынан басқа. Тоғызбайдың майопсы келеді жерде. Біз жалғыз екенбіз ғой қазірше. Жүрген адамдар бар екен ғой. Мында деген толқын деген мощный деген. Серф деп тұр ғой, серф деп. Just surf деп. Қара ана көпіріктерді. Енді мына жерге кел. Мына жерде тұр. Қасым кел. Алдында брат кадр есть. Кадр есть. Жаңа көрген пляжымызға келдік. Парковка бар, туалет бар. Жоқ па? Шықсынан көреміз. Мынау пляж, табиғат. Осындай видте пляж әдемі орналасқан. Енді суға қатты түспедік. Елордадан келеді екен арман қарай. Толқын қатты. Тас көп. Сол үшін белге дейін түсіп қайттық. Қасында жаңа тегін душы, туалеті бар екен. Бір жақ жерде. Бұл аралда негізі. Жағажайда резорттың жағажайы деген тема жоқ. Барлық жағажай общественный, кез келген суға түсіп алдық. Енді құдай қаласа алған үйімізге барамыз. Отель алмадық, тек апартмент алдық. Бір үй, 2 бөлме, точнее 2 жатын бөлмесі, бір кухнясы и бір living room бар. Енді біз келген бич Грис бич деп аталады. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңызда бұл жерде 2 тіл, француз тілі, ағылшын тілі. Так, осыны қойған алыстық. Біз уже ұнатып қойдық. Көріп тұрсыздар сіздерге бұл бізде
Living room. Наши любимые. Точнее, Долготовский. Тереземіз. И тұрамыз машин. Осындай вид. Тамақ күшті вид ашып тұр. Бір спальный. Екінші спальный. Санузел. Кухня. Стиралка, газ, шмаз. Everything's here. Вот. Так, местный супермаркет. Местный супермаркетке. Так, алмалардың бағасы. Енді примерно интернеттен қарап, комплектацияның нені қарап аласыңдар ғой. Қалай болатын, не болатын. Так, енді қажетті нәрселер не болуы мүмкін. Так, Red Dragon, Dragon Fruit. 84, 85. Мынау 1 килограмм емес екен мына жақта. Жарты килограммға беріледі екен бағасы. Көрдіңіздер ма? Прайс. Жұмыртқа сұрағандарға дейсің, да? Жұмыртқаның бағасы, короче, үлкендері 12 штук 98, значит 12 штуғы 1000 теңге тұрады. Medium 18 штук 1400 теңге тұрады. Тағы да басқа да бар екен. Бірақ бағалар көбінесе мынау Европаның бағаларына келеді. Францияның өйткені бұл жақта енді французский не болғаннан кейін сәл-пәл. Енді официальный тіл французский ғой, сол үшін. Көп бағалар французскийге келеді. Так, торттарға келетін болсақ, торттар, мысалы, мына торт 5000 теңге, 5000 теңге, 4600 теңге, мынау 3200 теңге. Любой бағаны именно Маврикийдің рупиін 10-ға көбейтсеңіз Қазақстанның теңгесі шығады. Сусындар, соқтардың бағалары 1 литрлік соқтар 1000 теңгеден жоғары тұрады. Еттің келетін болсақ, еттің бағалары мыналардың барлығы промомен екен. Допустим, мына ет халал деп жазып қойған, молодцы. Так, 600 граммы 2655 теңге тұрады. Так, фарштар 600 грамм 1300 теңге. Фарш. Потом енді бұлар енді теңіз болғаннан кейін балықтар бар. Балықтардың бағалары да шамамен. Шамамен 400 граммы 1500 теңгеден. Так, тауықтардың бағасы мынандай тауықтар. Барлық жерде баға жазылған 500 граммға. Мына килограммда сатылатын жерде. Мысалы, мына тауықтың аяқтары 1140 теңге тұрады. 500 граммы. А грильдер общий 3000-нан жоғары тұрады. 3000-нан жоғары. Колгейттің жүзігі 400 теңге тұрады екен. Нормально. Так, зубный щеткалар шамалы қымбаттау екен. Мына 2 зубный щетканы алсаң 300 теңге. Нормально бағасы. Қағаздағы соқтар 1 литрі тоже 1000-нан жоғары тұрады екен. 1040 теңге, 1400 теңге и так далее. Арзандар да бар.
Сегізсің келген. 300 келген. Day one. Birinci tamam. Qanday tamam mı? Yumurtası var. Roltma var. Tavuk eti var. Жареная лапша. Ha, жареный лапша дейді. Мына кісіде қойдың еті, қала дүкенімізде тауықтың еті. И бір сусыннан, үш сусын адам басына 225 рупия шықты. Порция деген енді порция үлкен. Кім доясың? 2250 теңге ғой. Общий онда бір адамға тамағың и соң. Мынау біздің үйіміздің сыртқы көрінісі. Получается 8 квартира тұрады екен. И мына екінші этаждағы біз арендовать етіп жатырмыз. Айнала, көршілер, көшенің аттары. Парковканы осы жерге қойып жүрміз түнде. Ада күндіз осы жерге қойып кетуге болады. It's a picture of you now. Cause hopelessly, the hopeless we have so much to feel good about. Oh, this has gotta be a good life. This has gotta be a good life. This could really be a good life. Good life. Say oh, the street that you can't find. The city is a fine night. This could really be a good life. A good life. Неге суда түсің оден? Вот как мы делаем контент. Қарап келейін, сосын шық деп айта қоямын ғой. Шамал жүрші төмен қарай. Қай жерге? Жаңағыдай. Аха. О, шамал жақында бермен қарай. Все, көз. Болды. Давайте тездетіңдер, машина келмей тұр. Так, давайте. Что, шамал, былай. Жүрі, портрет үлбеспен алды. Стоп, жоғары алды. Қане? Үлбеспен жаңа. Так, бүгін Газело дейтін национальный паркқа келдік. Бұл национальный паркта әкелінген. Енді Маврикийдің өзінде жабайылар жоқ. Сол үшін әкелінген нелерге келдік. Зоопаркке. Жерде носорог. Газело National Park, онлайн booking, non-residence, туроператор. Так.
бағаларын көрейік. Ау! Да. Короче, онлайнда билет алуға болады. Құны 12 мың теңге. 1200 рупий. Мынаны тоже бағаларын көрсетеміз. Бағалар болса. Бағалар жазылмапты. Билетімізді алдық. Билет 1210 рупий шықты. 12.100 теңге. Вот, оның ішіне Туакала деген бір активити кіреді и сафари кіреді. Қазір бір сағаттан кейін біздің сафариміз басталады, құдай қаласа. Сафари оны бұл жақта көбінесе неден басқа мемлекеттерден әкелінген жануарлар. Ішінде там арыстан бар, жолбарыс бар, жираф бар. Қателеспесем, бұл жерде піл жоқ. Или қателесуім мүмкін, көреміз. Өткен зебра бар, білем, андай-мындай. Но пілді көрмедім мен что-то. Көреміз қалай бар, не бар, не жоқ. Так, баққа кірдік, құстарға баратын, құстар көруге. Парктың іші, барлық жерде указательдер тұр. Балықи. Балықтар аквариум сияқты примерно. Бір клеткеге келдік, бұл клеткеде кімдер бар екен, қарайық. Так, бір құстардың дауысы шығып отыр. Құстардың өзі көрмейді. Попугайлар. Осында попугайлар бар екен. Бірақ көзге көрінбейді, міне тұр біреуі. Ан жақта тұр екеуі. Аквариумда балық көп екен. Алтын балықтар. И реки также есть. Walkthrough. Жүріп қарап өтетін жер. Бісміллә деп кірдік. Үлкен отыр. Мына енді шаршаған попугай екен. Ну, вообще попугай ұқсамайды, но какой-то басқа құс. Осындай арнайы тропа жасап қойған, бәрін көріп. Мына жерден ағара. Кішкентай. Попугайлар. Қытай жоқ. Дауыстары бар. Бақса, вольердің ішіне кіруге болады. Мұнда попугайлар отыр еще. Каждый үйлері бар. Есіктің аузын байқап қалыпты.
Bilmiyorum. До конца кіре алмаймын. Осымен біздің сапамыз бітіп қалды сияқты ғой. Құс әлем болғанмен мұнда тек қана попугай тағы басқалар емес. Попугай тектес. Үйректер бар, қаздар бар, тырналар бар. Мысалы мына розовый тырна. Прикольный түрі. Фламинго түстес. Тұмсығы да ұзындау екен, примерно. Как обычно үйректер, қаздар деген тема үйреніп қалғанбыз ғой. Бірақ ана розовый бөлек екен бар. Енді бізді бұл тектес құстар өте қатты қызықтырмайды ғой. Кішкентай, но шумный попугайлар. Қаз-қатар тізіліп отыр. Bizde iguana деген ол біз үшін сирек нәрсе. Жасыл игуана. Жердің қасына жарғанаттар қойып қойыпты кәдімгідей. Ана мощный өрмелеп жүр ғой. Вау, жарғанаттар еще қасында құстар жүр. Жарғанаттар үлкен екен. Yellow flower. Hey. Hey guys. Бөлек екен, бөлек шықпақ жатыр. Мынау дейтін нән енді. Нән болғанда да нән. Аяқта сағалса жүр астанда. Мұнда ламалар, мұнда тасбақалардың үстіне отыруға болмайды. Тамақ жеуге болмайды. Вау, мен көріп тұрмын гигантский тасбақаларды. Мықты. Қарайық барып. Мыңғырық тасбақалар жатыр екен мұнда. Мана, дәулігі қарасындашы, кетіп баратқан. Ауылдығын. Адам бойымен салыстырып қарайын. Аяқтары. Jolie. Jolie. Ignace. Yellow. Мұнда жатыр. That is nice. Go. Тасбақалар көп. Басты, жеш басты. Басты. Ауыз ашылып жатыр. Потихоньку. Super fine show. That's fine. Что там? Роустерге міндік. Табиғат арттағы көріп тұрғандарыңыздай. Бөлек табиғат көріп тұрген. بسم الله.
Vau, tabiat bu tur endi. Aytmagan so'z yo'q. Zooparkdagilerin bарлығы Afrikadan. Короче, Afrikanın kartasında. Evet. Birinci skate, ikinci seri üretecek. Да, енді сафари бұл жерде типа табиғатта болғаннан кейін ешқандай вольерлер жоқ. Осындай арнайы қоршалған жерлерде негізі жүр, бірақ қатты көрінбейді көлеңке болғаннан кейін. Жираф жүр, антилопа жүр, былай қатты зер салып қарап отыру керексің да. Ашық жерлерде әзірге жоқ. Енді мүмкін обедтің уақыты күн ыстық. Бәрі ысылап көлеңке іздегеннен болар. Әзірге жирафты кездестік, қара жүріп кездестік. Бұда алыс. Eta жүр. Еліктер. А жоқ, антилопа қазір. Ау? Гаджет ма, антилопа ма? Кура ма? Мына жерде носорогтар дұрыс көрінбейді, алыстан. Телефон алып тұрып камера дұрыс көрмейді, сол үшін телефонмен түсіріп жіберeceğim камераға. Наконец-то рахман бірдеңе көретін болдық әйтеуір.
Zebralar haqqa ketib qoldi. Yo'q, starjir. Zebra. Alımıza zebra. Çeyukstar. Oo. Hey, un bout de chou à toi? Chou. Üstü oturumuz. Ama жақта зебралар бар екен. Zebra. Zebra. Tuyuq süper birge. Aman yadım. Gideyim etme. Aa. Hep.因为那斑马好悠闲。我在非洲大草原上看到斑马都是 Tamam. İyi tamam. Ne yapacağız? Koyup tutma. Вот. Зебра geldi, zebra. 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 Soluma. Бачу, Питер вывела. Большая печатка. Сафари. Да. Tamamlar, bura almadık. Bura almadı.
арыстан, ылбастар, бағы, вольерді тұрады. Алған тамасын көрдік. Жираф көрдік, алғыстан бірақ. Потом зебра, yüzü үшкір, антилопалар деген сияқты ғой, короче. Антилопалар ғой основном көрген. 这边好像挺吧，挺吧。哎，他本来的，现在几十年，多少了？Мына жақта альбинос жатыр. Бір альбинос. Мына жақта екінші альбинос, үш альбинос екен. Арыстандармен және лепарттармен бірге, қасына жақындап контактный зоопарк жақта бар екен. Бағасы 10 мың теңге тұрады. Гепардтармен, арыстанмен 12 мың теңге тұрады. Для вашей информации, егер қызығып келем дейтіндер болса. Осында әдемі смотровой площадка жасап қойған. Яғни торсыз смотровойдың үстінен көруге болады. Мына жерде әдемі фон бар екен кәдімгі. Былай алатын фотоға. Так, мұнда бізде не бар? Мұнда бізде арыстан бар екен. Міне жатыр біреу, міне жатыр біреу. Лепарттар беттен көруге болады екен. Мынада гиеналар жатыр екен. Біреу күнде, біреу көлеңкеде. Ya, şifadır yani. Yok, ben kadar korkunç şey yaptım. Lamalarмен бірінші контактым. Че там? Видишь? Тамарин деген
Кассаның қасындағы неге келдік. Пляжға. Пляждың қасына осындай инфраструктура жақсы. Енді қаншама пляж көрдім, бірақ мына пляж салыстыруға келмейді. Точнее, жақсы жағынан емес, наоборот. Пляж как пляж. Судың ондай қатты мөлдірлігін көріп тұрған жоқпын. Түсі де андай көк емес та. Көк болатындай. Инфраструктура мындай қатты емес енді. Душ пен туалет бар, оған да шүкір. Осындай талдар бар бір жақсы, көлеңкеде жатам десең. Шомылып жүрген адамдар аз, бірақ бар. Өте сирек. Бірақ арғы жағында что-то адамдар көп сияқты.